Қайырлы уақыт, құрметті әріптестер. Сабағымызды қызықты әрі оқушылардың қызығушылығын арттыратындай етіп, көрнекіліксіз әдістердің түрін талдап көрейік. Алдымен көрнекіліксіз әдістер дегеніміз не, соған тоқтала кетсек, сабаққа бұл яғни белгілі бір түрде әдіс, көрнекілік қолданбай жасалынатын әдіс. Көрнекіліксіз әдістерді ойын түрінде қолдану оқушылардың зейінін арттырып, оқу процесін қызықты әрі тиімді етеді. Міне, көрнекіліксіз әдістерінің бірнеше түрі, формасын сіздердің алдыларыңызға ұсынамын. Сөздерді табу ойыны. Ойыншыларға бірнеше сөздер немесе тақырыптар беріледі. Олар тек ауызша немесе жазбаша жауап беру арқылы байланыстыруы тиіс. Бұл ойын оқушылардың сөздік қорын және шығармашылық ойлауын дамытады. Мысалы, мұғалім белгілі бір тақырып береді, жыл мезгілдері, және оқушылар осыған сәйкес сөздерді ойлап табу керек. Одан кейінгі келесі ұсынатыным сипаттау ойыны. Оқушылар бір-біріне белгілі бір затты немесе құбылысты сипаттайды, бірақ сол заттың атауын айтпайды. Қалған оқушылар тек сипаттамаларды тыңдап, дұрыс жауапты табуы тиіс. Бұл ойында тыңдау қабілетін арттырады, сөздік қорын дамытуға болады. Мысалы, менің сипаттамама қараңыз. Бұл жапырақтарды көктемде жасыл болып, күзге сарыға айналған өсімдік. Яғни балалар ойлау қабілетін дамыту арқылы жасырылған сөзді табып, бір-бірімен командалық болмаса жұптық жұмыс жасайды. Одан кейін ұсынылатын жұмыс пікірталас ойыны. Оқушылар екі топқа бөлініп, бір тақырып бойынша пікірталас жүргізеді. Мұнда әр топ өзінің ұстанымын дәлелдеп, қарсыласының пікірін тыңдайды. Бұл ойын сыни ойлауды және сөйлеу дағдыларын дамытуға бағытталады. Мысалы, телевизор жақсы ма, әлде кітап оқу тиімді ме деген пікірталасты жүргізіп көріңіз. Оқушылар өзінің қызықты әртүрлі нұсқаларын ұсынып, сабағыңызды қызықты және бір-бірін тыңдау деген дағдыларын дамытып, сыни тұрғыда ойлайтын қабілеттері жақсы дамитын болады. Бұл топтық ойын, сыныпты топқа бөліп, әртүрлі бағытта сұрақтарды қою арқылы өткізуіңізге болады. Келесі ұсынатын әдіс бұл тыңдау мен жауап беру ойыны. Бұл ойын түрінде мұғалім немесе ойын жетекшісі оқушыларға бір сұрақ қояды. Ал оқушылар тек тыңдап, ауызша немесе жазбаша жауап беру тиіс. Мысалы, мұғалім, жазда қандай іс-шараларды ұнатасың деп оқушылардан сұраса, оқушылар өз жауабын айтып береді. Яғни, мұғалім мұнда тыңдаушы рөлін алады, ал оқушы жауап беруші рөлін алады. Осы екі орынды алмастырып жұмыс жасауға да болады. Одан кейінгі ұсынылатын әдіс қайта құру ойыны. Бұл ойында оқушылар белгілі бір мәтінді немесе әңгімені тыңдайды, содан кейін оны өз сөздерімен қайта құрастырып түсіндіреді. Бұл ойынның мақсаты естіген ақпаратты есте сақтау және оны өздігінен түсіндіру. Мысалы, оқушылар қысқаша әңгімені тыңдайды, одан кейін оны өздері айтып береді. Бұл ойын арқылы сіз оқушының есте сақтауын және де өз ойын жеткізуді, көркем тілде сөйлеуін дамытасыз. Бұл әдісті көбінесе бастауыш сынып оқушыларына жақсы келтіріп ұсынуға болады. Одан кейінгі ұсынылатын әдіс құпия сөздер ойыны. Оқушыларға бір-бірінен түрлі сөздер немесе фразалар жасырын беріледі. Олар тек осы сөздер мен фразаларды түсіндіру арқылы командалық жұмыс жасап, дұрыс жауап табуға тиіс. Мысалы, жылқы, орман, таулар сөздері жасырын беріледі. Және ойыншылар осы сөздер туралы бір-біріне сұрақ қою арқылы тақырыптарды ашып, оларды тауып алады. Мұнда жұптық, жеке, топтық жұмыс етіп алып, жұмыс жасасаңыз болады. Оқушылар белгілі бір сөзді жасырып, қарсыласынан сонымен жұмыс жасайды. Одан кейінгі ұсынылатын бір әдіс тақырыпты жалғастыру ойыны. Бұл ойында оқушылар белгілі бір тақырыпты немесе әңгімені бастайды, ал қалғандары оны жалғастыруы тиіс. Әр оқушы өз білігін қосып, бір тұтас әңгіме жасауға тырысады. Мысалы, мұғалім, бір күні қала сыртында ашық аспан астында көлікпен
жүріп келе жатқанда мен қызық нәрсені байқадым деп әңгіменің басын бастайды. Оқушылар оны жалғастырады. Мысалы бір оқушы далада жаңбыр жауып тұрды деп айтуы мүмкін, болмаса біреу табиғатты айтуы мүмкін. Яғни бұл оқушының фантазиясын ұштап, оның ой ұшқырлығын дамытатын әдістердің бірі болып табылады. Бұл әдісті сіз жаратылыстану, дүниетану бағытында сабақтарында қолдансаңыз болады. Немесе белгілі бір тақырыпты ашу бағытында қолдансаңыз өте жақсы таптырмас әдіс. Яғни тақырыпты ашып алып, жаңа тақырыпты ары қарай оқушылардың көмегімен сабақты өткізіп кетуге мүмкіндік бар. Одан кейін осы ойындарды пайдалану арқылы есте сақтау, логикалық және ойлау қабілеттерін жақсы дамытасыздар.